Бәріңе сәлем, сендермен мен Ақнұр. Бүгін study time, яғни ұбт-ға байланысты ең соңғы study time болмақшы. Менің ұбт-ға дайындығымның ең соңғы күндері қалай өткенін көріңдер, және де видеоның соңында екінші ұбт-дан қанша балл алғанымды айтамын. Менен слифтермен дайындаудың ба деп көп сұрайды, және де қалай дайындауға болатындығын сұрайды. Мен өзім дайындалдым слифтермен, яғни слифтер басқа түлектерге келген сұрақтар, соларды тауып алдым да дайындаудым. Олардың көбісі әрине телеграмда бар. Егер қаласыңдар, сілтемесін қалдырамын. Мен осы видеода көріп отқандарыңдай слифтегі есептерді талдап жатырмын. Яғни өзім шығарып көремін, яғни сол шығару жолын өзім толықтай түсініп алмайынша оны кәдімгідей шығарып, соңына дейін жетуге тырысамын. Және де оның ішінде кәдімгідей қиын да есептер табылып жатыр. Сол қиын есептерді осылай ұзақ уақыт бойы шығарып, соңына дейін жауабын тапқанға дейін шығара беремін. Нағыз ұбт-да маған слифтен келді. Яғни басқа балаларға келген сұрақтар тарап кеткен. Сол есептерді мен қарадым, талдадым. Және де сол есептердің бірнешеу келді, енді барлық емес, арасында келеді. Сондықтан да маған бұл есептер келмейді ғой деп шығармай қоюдың қажеті жоқ. Егер келіп қалса, сен оны шығара алатындай, жауабын таба алатындай болуың қажет. Одан кейін мен физикадан теориялар жаттайын деп кітап ашып оқыдым. Яғни кітаптағы теориялар сұрақ болып келеді, сондықтан да кітаптан оқуды жөн көрдім. Мен бұған дейін бұл кітаптарды оқығам, тек қана бір оқып қайталап шығайын дедім. Одан кейін керекті ақпараттарды белгілеп отырдым. Кеше де дәл сондай керек ақпараттарды белгілеп қойғанмын. Солардың білемін дегендерді өшіріп тастадым. Себебі мен оны білемін, енді қайталап оқи бермей, одан да білмейтіндерімді оқиын дедім да, солай белгілеп отырып жаттадым. Физиканы да оқып аяқтадым. Енді видео сабақтар қараймын. Мен көп дайындығым сол тегін видео сабақтарды қарап дайындауыммен болды. Осы видеоның астында қандай каналдармен дайындалғанымның сілтемелерін қалдырамын. Сендерге көмегі тиеді деген ойдамын. Одан кейін физикадан теориялар жаздым. Бұл Атымтай Жомарт деген ағайдың теория жинағы, өзінен сұрап көрсеңдер болады. Келесі күні мен ұбт-ға дайындауға арналған кітаптарымды тапсырайын дедім. Енді 3-4 күн қалды, оларды оқитын уақыт болмайды, сондықтан да тапсырып тастайын деп шештім. Бұл кітаптардың барлығын мен мектеп кітапханасынан алдым.
және де оқу жылының соңында тапсырдым. Мен осының алдыңғы видеода өзімнің үстелім жинаған болатын. Сол жердегі бар стикерлерді, дәптерлерді барлығын жинаған болатын. Сондай бір тазарып, өзімді жеңіл сезініп қалдым. Сол видеоны міндетті түрде көру, өйткені сондай күшті әсер қалдыратын видео, және де мен оны ASMR форматында түсірдім. Саған қызық болады деген ойдамын. Бұл 24-ті ұбт-ның алдындағы күн, видео сабақ қарап отырмын. Солай 25-і болды, ұбт тапсырдық, мен тағы да 125 алдым. Еш өкінбеймін, бұйырғаны дедім. Сендердің құттықтауларыңа көп рахмет, көптеген тілектер келіп жатыр. Бұл менің ұбт жайлы соңғы видеом. Енді студент қыздың өмірін көресіздер. Келесі кездескенше.